тура геодезиялық есепте бір нүктенің координаталары белгілі және де берілген бағыттың дирекциондық бұрышы белгілі және де нүктелердің арақашықтығы белгілі. Екінші нүктенің координаталарын табу керек. Мына мысалда мен картадан А мен Б нүктелерді алдым. Яғни А нүктесінің координаталарын есептеп, белгілі координата деп алдым, яғни X-а 6.664.770 метрге тең, Y-а 4.311.900 метрге тең. Және де АБ бағытының дирекциондық бұрышы 68 градус болды. А мен Б-ның арасындағы арақашықтық 570 метрге тең болды. Енді табу керек X-Б-ны және Y-Б, яғни Б нүктесінің тікбұрышты координаталарын табу керек. Яғни формула арқылы анықтаймыз. X-Б-ны табу үшін, яғни X-Б-ны табу үшін X-аға қосылған дельта X-а бар. Яғни өсімше АБ дельта X дегеніміз АБ нүктесінің өсімшесі. Осыдан дельта X АБ тең D көбейтілген косинус альфа АБ. Яғни бірінші біз дельта X-ті табамыз. Арақашықтықты көбейтеміз косинус альфа. Косинус альфамыз бізде 68 градус болды. Яғни 68 градус. Тең. Енді калькулятордың көмегімен есептейміз. 570 көбейту косинус 68. Шығады 513 де 53 метр. Өтірден 2 сан алдым. Енді X бұны табу үшін XA 6.664.770 метрге қосылған қазір тапқан дельта X-а бар. Яғни 6.664.770 метр қосылу 213,53 шығады 6.664.983 метр. Енді осының дұрыс табылған карта арқылы есептеп көрейік, дұрыс шықты ма екен. Яғни Б нүкте менде мұнда тұр. Б нүктесінің координатасын анықтайық. Яғни мен 6065-тен төмен қарата өлшеймін. Арақашықтықта. Мұнда 2 мм болып тұр. Яғни мына сызығының координатасы 6000. Менде мұндаға тек еткен. Мұндаға 60 болу керек. 60. Так, 65 минус 20. Карта есептегенде 6.064.980 метр шықты. Ал формула бойынша есептеген кезде 6.064.983 метр шықты. Яғни 3 метрге қателік. Яғни ол жауабым сәйкес келді. 3 қателік қана шықты. 3 метрге қателік шықты. Енді Y-Б-ны табамыз. Y-Б бірінші, екінші. Y-Б тең Y-А плюс дельта Y-А-Б. Бұнда дельта Y-А-Б тең арақашықтық көбейтілген синус дирекциондық бұрыш.
осы жерден бірінші дельта y абын табуым. Яғни 570 метр көбейтемін синус 68 градус. Так, 570 көбейту синус 68. 528 бүтін 49 метрге тең болды. Енді YB YB тең YA-ны жазам 4.311.900 метр плюс 528 49. Осы жерде 4.311.900 метрге қосамын 528 4.312.428.49 метрге тең болады. Өлшеп көрейік. Так, мында 4 сантиметр 1, 2, 3 пен 4-дің арасында тұр. 3 пен 4-дің арасында тұр. 3 деп алайық. Яғни 43, 11, 1, 2, 3 қосылған 4-те 430. Мұнда 2 метрге қате шықты. Қарап салыстырсаңыздар. Карта бойынша есептеңізде 4.312.430 метр болды. Есеп формула бойынша есептеп едім 4.312.428 метр шықты. Яғни 2 метрге қателік шықты. Яғни жауабым дұрыс деген сөз. Шығарған кезде егерде дельта x немесе дельта y минуспен шығатын болса, онда xa-дан азайтылады. Яғни формула бойынша мұнда xb тең xa плюс минус дельта xab. Яғни егерде дельта x минус болатын болса, азаяды, дельта x плюс болатын болса, қосылады. Яғни дельта x-тің мәніне байланысты болады.